Каналыма қош келдіңіздер. Мен тоқыманы басынан бастап тоқуды үйрететін боламын. Және бірнеше әртүрлі өрнектер салып тоқуды да үйрететін боламын. Енді бүгін бірінші сабақта оған бірінші бізге мынау тоқыма біздері керек. Мынандай екі бізді алдым мен. Бұл біздердің түрлері көп. Әртүрлі біздер болады. Және мынау жіпті алдым. Ең ыңғайлы мынау жақсылап ширатылып істелінген жіп. Енді бірінші тоқыманы тоқу үшін біз жіптерді шалып алуымыз керек. Ол үшін мына жіпті аламыз да, шамамен осынша аламын. Мына жіптің мына жердегі ұзындығы ол қанша шалу жібін алатынымызға байланысты болады. Мен үлгі болғандықтан азырақ алатын болған соң мынаны қысқа қылып алып тұрмын. Енді жіптерді шалып алу үшін мынау келте жағын бас бармаққа ілеміз де, мына ұзын жағын сұқ саусаққа ілеміз. Сөйтіп мынау ұштарын қалған саусақтармен ұстап тұрамыз. Екі тоқыма бізді біріктіріп алып, осылай ортасынан аламыз да, бас бармақтың алдыңғы жағындағы өзім жақтағы жіптен бұлай іліп алып, сұқ саусақтағы жіпті бері қарай іліп алып, бас бармақтың арасындағы тесіктен өткізіп, бас бармақтағы жіпті жіберіп тартып аламын. Қайтадан көрсетемін. Қысқа жібіміз бас бармақта ілулі тұр. Мына ұзын жібіміз сұқ саусақта ілулі тұр. Ал мына ұштарын басқа үш саусақпен ұстап аламыз. Екі бізді біріктіріп ұстап тұрып, мына ортасынан басып, осылай етіп басамыз да, мына бас бармақтың өзім жақтағы жібін алып, бұлай іліп алып, сұқ саусақтағы жіпті бері қарай іліп алып, бас бармақтағы тесіктен өткізіп, бас бармақтағы жіпті жібереміз. Сөйтіп бұлай тартамыз. Сол кезде бізде мынандай екі жіп шықты. Екі жіп шықты. Бұл екі жіпті біз бір жіп деп есептейміз. Себебі мына бірінші жіп тоқылмайды. Жай әшейін ілмекке бізге іліп алып отырамыз. Осылай тағы да көрсетемін. Мына бізде мынандай жағдайда тұр, міне жіптеріміз, міне осындай жағдайда тұр. Мына жіпті бұлай іліп алам, бас бармақтағы жіпті, сұқ саусақтағы жіпті ілемде, мынаны ортасынан өткізіп, бас бармақтағы жіпті жіберіп, бұлай тартамыз. Осыны істеген кезде өте қатты қысып тартуға да болмайды, бос жіберіп алуға да болмайды. Орташа қылып істеу керек. Сөйтіп бірнеше жіпті шалып аламыз. Менде міне 4 жіп пайда болды. 5, 6, 7, 8, 9, 10 жіп алдым. Әзірге 10 жіп жетеді. Енді мынау жіпті ұшын бұлай екеуін бір-біріне байластырып қойға болады. Бұлай тоқыған кезімізде сөгіліп кетпеу үшін. Екі біздің біреуін суырып аламыз да, мынау жіп шалынған бізді бұлай айландырып аламыз. Мынау қысқа жіпті сол күйі қалдырамыз да, ұзын жіпті сұқ саусаққа ілеміз. Қазір енді мен оң тоқуды үйретемін. Бірінші жіпті жай тоқымай іліп аламыз. Бірінші бізге іліп алдық. Оң қолдағы бірінші бізге тоқымастан іліп алдым. Екінші мынау тұрған жібімізді осыны бір деп есептейміз. Мына сұқ саусақта жібім мынау біздің арғы жағында тұр, біздің артында тұр. Бірінші жіптің ортасынан межеден өткізіп, мына жіпті бүйтіп шалып аламыз. Міне бірінші рет оң жіп тоқылды. Тағы да мынаның ортасындағы тесігінен өткізіп, бұлай шалып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соңғы жіпті де тоқимыз. Осы жіптерді тоқыған кезімізде
барлығын бір келкі қылып тоқимыз. Қатты тартуға да болмайды, бос тастап жіберуге де болмайды. Енді бұл жерде біз бірінші қатар ылғи оңды тоқыдық. Енді мына қолымыздағы бізді алып, өзімізге қарай мына бетінен айландырамыз. Жаңағы тоқыған оң жіптеріміз бірінші қатарда екінші бетінде теріс болып шықты. Мынау теріс болып шықты. Енді бұл жақта біз теріс тоқуымыз керек. Жіпті мынау біздің алдына шығарамыз. Бірінші жіпті тоқымаймыз, іліп аламыз әшейін. Жай екінші бізге іліп аламыз. Сөйтеміз де, мынау жіп біздің алдыңғы жағында тұр. Байқасаңыздар, жаңа оң тоқығанда ар жағында тұрған еді біздің. Біз бергі жағына қоямыз жіпті. Сөйтіп бірінші жіптің ортасынан бізді өткізіп, бұлай шалып аламыз. Міне бізде бірінші теріс жіп пайда болды. Осылай шалып отырамыз. Міне жіп біздің алдыңғы жағында тұр, бергі жағында тұр. Осы жақтан шалып отырамыз. Сөйтіп осы қатарды соңына дейін тоқимыз. Міне екінші қатар теріс қатар тоқылды. Енді тағы да бұлай айландырып жұмысшы жібімізді сұқ саусаққа ілеміз. Жұмысшы жібіміз мына біздің арғы жағында тұр. Бірінші жіпті тоқымай аламыз. Екінші жіпті оң тоқимыз. Міне 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Менің санап отырған себебім, бірінші бастаған кезінде адам жаңылысып, қол үйренбегендіктен арасында кейбір жіпті тоқымай тастап кетуі мүмкін. Сол себепті қол жаттыққанға дейін осындай кішкентай үлгіде тоқып үйренуге болады. Енді екінші бетінде біз бұны теріс тоқимыз. Бірінші жіпті тоқымай іліп аламыз да, келесі жіптерді теріс тоқимыз. Жаңағы айтқан бойынша жібіміз біздің бергі жақ, өзіміз жақ бетінде тұр. Содан бұлай айландырып аламыз. Міне, міне біздің бергі жағында тұр. Біз бірінші оң қолдағы бізді алып, жіптің ортасынан өткіземіз де, бұлай саусақпен бұлай тартып, мына жерге әкеліп, бұлай өткізіп аламыз. Міне, тағы да көрсетемін. Міне, мынандай жағдайда тұр. Бұлай өткізіп аламыз. Осылай соңына дейін тоқимыз. Міне теріс тоқылып жатыр, ылғи теріс, ал мына беті ылғи оң болып жатыр. Осылай бірінші жіпті тоқымаймыз. Оң етіп тоқимыз. Енді бұл менің бірінші сабағымда әлі тоқып үйренбеген, шалуды білмейтін адамдар үшін арналды. Енді тағы айта кететін жағдай, мынау бірінші жіпті тоқымау себебіміз осындай тоқылған кезде тоқыманың мына шеті тегіс шығу үшін, қисық болмау үшін біз тоқып бара жатқан кезде ылғи да бірінші жіпті тоқымай тастап кетіп отырамыз. Теріс бетіне көштік, мына екінші бетіне. Бірінші жіпті іліп аламыз. Міне жібіміз біздің бергі жағында тұр. Және мынау оң қолдағы бізді жіптің арғы жағынан бірінші жіптің ортасынан өткізіп, бұлай етіп аламыз. Осылай ұзынша етіп тоқып кете беруге болады. Тоқыған нәрсені қайтадан сөгіп тастауға да болады, немесе үлгі ретінде сақтап қоюға болады.
Тоқыманы көптеген адамдар тоқиды, көріп жүрмін көп адамдардың тоқығандарын. Бірақ ол өте әдемі, тегіс шығу үшін мынау жіптерді іліп алған кезде бір келкі қылып алу керек. Қатты қыспау да керек, қатты бос тастамау да керек. Сол кезде тоқыма осындай болып бір тегіс болып шығады. Міне бізде мына оң беті теп-тегіс болып шығып жатыр. Бірінші жіпті іліп алдық, мына. Енді мен сіздерге резина тоқуды көрсетейін. Осылай бірінші қол үйренгенге дейін ұзынша етіп тоқи беруге болады. Оның кейін сіздерге бірде бір резинка, яғни біреу оң, біреу теріс болатын резинаны көрсетпекшімін. Мына бірінші жіпті іліп аламыз да, мынаны оң тоқимыз, келесісін теріс тоқимыз. Міне бұлай жіпті алдына алып, бұлай өткізіп алдым. Міне теріс болды. Келесісі оң болады. Теріс болған кезде жаңағы айттық қой, мына біздің бергі жағына жіпті өткізіп, мына оң қолдағы бізді оның артқы жағынан өткізіп, мына жіптің ортасынан өткізіп аламыз да, бұлай етіп шаламыз. Міне бізде теріс пайда болды. Мына жерде оң болады, теріс болады, оң болады, теріс болады, оңмен аяқтадық. Міне оңмен аяқтадық. Енді келесі бетке екінші бетінен тоқыған кезімізде бағанағы бірінші жіпті шалып аламыз да, шалмай іліп аламыз да, екінші жіп бізде теріспен аяқталған еді. Сол теріс жібіміз мына бетте оң болады. Ал енді мынау оң тоқылған жібіміз теріс болып тоқылады. Содан шатасып кетпеу керек, санап отырған дұрыс болады. Бірінші жіпті жай іліп алдым да, мына жібіммен оң тоқылады. Міне мынау жұмысшы жіпті біздің арғы жағына қойып, мына жіптің ортасынан алып, бұлай өткізіп алам. Міне оң тоқылды. Ал енді екінші теріс тоқылу керек. Мынау жұмысшы жіпті біздің алдыңғы жағына өткізіп, мынау оң қолдағы бізімді артынан алып, мынау жіптің ортасынан өткізіп, бұлай шалып аламыз. Міне теріс болды. Енді жібімізді саусаққа ілеміз, яғни мынау екінші біздің арғы жағына. Сөйтемде мынау жіптің ортасынан алып, оң шалып аламын. Енді теріс шалуым керек. Теріс шаламын, мынау оң шаламын. Қолдарыңыз үйренгеннен кейін бұны өте тез істейтін боласыздар. Қол үйренгенге дейін біраз тоқып үйретіп алса болады. Кез келген адам үйренуіне болады. Міне енді бізде резина тоқылып келе жатыр. Қазір анығырақ көресіздер, біраз тоқылғаннан кейін. Енді соңғы жіп теріс болған еді. Ол соңғы жіп, қазір бірінші жіп болып кеп тұрғандықтан, оны біз жай іліп аламыз. Мынау теріспен аяқталған жібіміз осы бетте оң тоқылу керек. Оң тоқимыз. Бір, енді теріс тоқимыз. Одан кейінгісін оң тоқимыз. Одан кейін теріс тоқимыз. Оң, теріс, оң, теріс, оң. Міне. Тағы да тоқимыз. Оңнан бастаймыз. Оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң. Міне. Мынау бірде бір резина. Бұл резинаны
көйлектің, жемпірдің жеңіне істеуге болады. Жакеттердің мойындарына істеуге болады. Қалта тоқса қалтаның аузына істеуге болады. Осы резина қысып ұстап тұру үшін қажет. Теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң. Міне. Енді көрінді мына. Мына резинамыз. Резинаның түрі өте көп. Бірақ мен бірге бір резинаны көрсетіп тұрмын. Ендігі сабағымда 2-ге 2 резинаны көрсететін боламын. Және басқа да узорларды, өрнектерді көрсетемін. Теріс, оң. Бірінші жіпті жай шалып аламын. Екінші жіпті оңнан бастаймын. Теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң. Тағы да бір қатар тоқиын. Оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң. Енді осы тоқылған бұйымды қалай жабуға болады? Тоқыманы жабудың да бірнеше тәсілі бар. Мен енді бір тәсілін көрсетейін сіздерге. Мына жерде 2 жіпті біріктіріп тоқимыз. Екеуін біреу қылып тоқимыз. Екеуін біреу қылып былай тоқимыз. Содан кейін бір жіп пайда болды. Сол жіпті мынау екінші ілмекке өткіземіз де, мынау үшінші жіпті екеуін біріктіріп тағы тоқимыз. Осылай пайда болған жіпті келесі ілмекке өткізіп, осылай етіп аяқтаймыз жұмысты. Осылай етіп аяқтаймыз.